Қайырлы күн. Көтеріп отырмын ғой. Қайырлы күн дейсіз. Дала тас қараңғы ғой. Артымыз. Қайырлы кеш достар. Бүгін сіздермен Қазақ ұлттық университеті журналистика факультеті қоғаммен байланыс мамандығының 3-ші курс студенттері Байдыбек Бексұлтан Және Давлетбайгин Луиза. Бәріне сәлем. Қайсыздар? Бүгінгі тақырыпты айта кетсек? Бүгін бізде тақырып жалпы қазіргі қоғамдағы жастардың қорқынышы жайлы талқылағымыз келіп тұр негізі. Өте керемет тақырып. Осы тұрғыда қандай өзің ойың бар мысалы? Тақырып таңдауда не айтқың келеді? Қандай қорқыныш бар? Жалпы қазір көп қорқыныш бұл. Енді біз оқу жатырмыз ғой, оқу бітіргеннен кейін жастар ары қарай не істеймін, қайда жұмыс істеймін, қалай болады деген сияқты қорқыныш қой енді көбісінің қорқатыны. Андай жұмыс таба алмай қаламын деген сияқты ол. Былай ғой, оқу бітіремін, мен универ бітіремін, диплом қолымда мінекей, ары қарай не істеймін деген сияқты қорқыныш қой. Өйткені бізде оқу кезінде практика емес, тәжірибе ғой енді біздің өтетініміз. Теория, кешірім сұраймын. Теорияны көп өтеміз да біз, тәжірибе бізде болмай қалады көбінесе, көп жағдайда. Екеуін бірдей алып жүру мысалға қиындық тудырады да. Тәжірибе болмағаннан кейін бәрібір не істеймін ары қарай деген сияқты қиындықтар туындайды деп ойлаймын. Мен өзімде де болған өткен сондай мәселе. Өйткені тек менде емес, группада да біраз адамда болды жалпы ондай нәрсе ше. Не істеймін? Жалпы енді бұл қорқыныш деген мәселе қайдан шығады? Мамандық таңдаудан шығады ғой ең алдымен. Мамандық таңдаудан шығады. Кішкентай кезімізден ғой. Ата-аналардың мамандық таңдауы дейтін көп қой мысалға қазір. Бала өзі емес, ата-ана таңдап жатады көп жағдайда. Мұғалім боласың, дәрігер боласың, біреудің табысы көп деген сияқты. Өлмейтін мамандық дейтін нәрсе бар ғой бізде. Мұғалім мен дәрігер ме? Мұғалім мен дәрігер екеуі өлмейтін мамандық, осыған түсесің деп. Баланың өзі таңдау болмай қалып жатады да көп жағдайда. Енді қара сен ата-ана таңдап берген мамандықпен оқуға түссің дейік, оқуға түскен жағдайда да алдағы уақытта онымен оқығың да келмейді ғой мысалға, не по желанию оқисың да. Мысалы, ата-анам таңдап бергенде, мысалы, менің ойыммен ата-анамның ойы сәйкес келмей қалатын тұстар өте көп та. Өзім қаламаған жұмысты мен қалай жасаймын? Бәрі басқа мамандыққа кетіп қалуы мүмкін. Дипломын алып, грантта оқып, сосын оқу бітіргеннен кейін жұмыс жасамай, басқа сфераға кетіп қалып. Грант демекші, грант үшін де түсетіндер бар. Грант үшін де түсетіндер бар. Мысалы, жаңағы грантқа түсіп, бірақ басқа салаға кетіп қалып жұмыс істейтін адамдар да бар да. Ол жерде мысалы отработкасының штраф деген дүние бар. Ол жерде ата-ана баста мысалы балаға осындай таңдау беріп, сол жерден жасаған қателігін кейін де бір материалды тұрғыда төлеуі мүмкін да мысалы осы жерде. Ата-ана өзі зардап шегіп қалуы мүмкін да. Мысалға бала енді өзінің қалауымен оқымаған мамандықта оқып бітіреді ғой, енді каким-то образом бітірді, бірақ бітіргеннен кейін бәрібір алдағы уақытта жұмыс істемей қалуы мүмкін да. Вообще жұмыс істемей қоюы мүмкін деген сияқты ғой. Мамандық сен мысалға қай кезіңде таңдадың, қай сыныпта деген сияқты? Мен мамандықты 7-ші класста таңдағам. 7-де таңдадым ба? Мен мамандықты 4-ші сыныпта таңдағам. 4-ші сыныпта таңдап, универді 9-ші сыныпта ма таңдағам мен? Мен универді 1-ші 9-ші класста не істедім мен? ЕНУ-ға түсем дедім. Басында сөйтіп туысқандардың бәріне айтып отырмын, журналистика факультетіне ЕНУ-ға түсем деп, бәрі күшті де өтірік бір мотивация берді ма, білмеймін ғой. Содан кейін ашып қарадым, қандай университеттер бар, қалай оқытады деп сөйтіп қазір андай телевидениеде немесе андай неде жүрген, қалай десем, бағдарламада, в общем, телефонда жүрген адамдардың барлығы сол Казгуда бізде Қазақ ұлттық университетінде бітірген адамдар да. Қара шаңырақ дейді, және де басталған кезде сол филология факультетпен басталған ғой. Сол кезден тарихынан басып бүйтіп қарадым да, маған Қазақ ұлттық университеті ұнайды деген шешімге келіп Казгуда тапсырдым. Менде былай болған, мен мамандық таңдап қойдым, университет бәрін таңдап қойдым. Мен ата-анам мамандыққа вообще қарсы болмаған ғой. Мүлдем қарсы болмаған мамандық таңдауға. Қандай оқығың келеді, сондай оқи бер деген. Бірақ мен үйдің жалғыз қызы болғаннан кейін мені Алматыға жібергілер жібермеген даже. Мен 1 жыл бойы ата-анамды көндіргем Алматыға түсу үшін Қазуға. Жалпы тақырыптан ауытқып кеткен сияқтымыз негізі. Сол тақырыптан ауытқып кеттік, бірақ екінші жаңа айтқандай бірінші қорқыныш жол мамандық таңдаудағы қорқыныш болса, екінші қорқыныш жол өмір сүруге деген қорқыныш. Адам, мысалы біз студентпіз, оқу бітіргеннен кейін қандай жұмыс істейміз?
қалай өзіміздің ортамызды табамыз деген қорқыныш бар да. Осы тұрғыда сосын мысалы мамандықпен жұмыс жасай алатын адам бар, басқа профессияға ауысып кететін адам бар. Ішкі уайым ғой, не істегім келетінін білмеймін деген сияқты ішкі уайым ғой бұл жерде. Қандай нені таңдаймын деп. Ол негізі ішкі неге деген уайымға да келмейді. Ол ішкі уайым ол адам өз-өзін жоғалтқан адамда болады деп ойлаймын да. Ал мысалы жұмыс істеуге деген уайым мысалы жан-жағындағы адамдармен өз-өзін салыстырудан немесе материалдық жағдай сәл төмен болғаннан басқа да зардабы ауыр тиетін жұмыстар бар ғой, мысалы курьерлік жұмыстар бар, басқа бағытта ол тамақтасу емес. Физикалық тұрғыда ғой енді ол. Тамақтасуда емес, мысалы басқа да дүниелер таситын курьерлер бар ғой, өзінің тағдырымен ойнайтын. Мысалы басқа да нелер бар. Қалай айтсам болады. Енді ол не нәрсемен келеді, бұл жерде тағдырдың қиындығымен келеді ғой. Жаңағы айтқандай, оқымағандар мысалға мамандықты жарты жылдан тастап кеткендер бар. Немен айналысам, ақша жоқ, күн көру керек. Бұл жерде осындай нәрсе кіріп келеді да. Осындай істесем көп ақша табамын. Жеңіл жол ғой енді бойынша айтқанда. Бұл жаққа келіп жатқан адам барлығы сол тағдыр қиын, тағдырдың тауқыметімен келдім деген адам емес қой. Мысалы ақымақ адамдар да бар. Ақымақ адамдар да бар. Сосын мысалы үйінен ата-анасынан қысым көретіндер де бар. Қысым көреді дегенде ата-анасы енді жаман болсын деп айтпайды ғой. Өз нанын тауып жесін, кішкене аяққа тұрсын деген ниетпен кішкене жұмысқа еті үйрену мақсатында айтады да. Соны бала өзіне деген қысым деп қабылдайды да. Тез ақша тауып алу, мысалы жұмысқа барамын да компьютер шұқылап отырамын, осыдан мен айына 500-400 мың теңге тауып отырамын деген сияқты ниетпен жұмыс істейді адам. Мысалы мен бір нәрсені білем, практика аламын, осымен үйренемін деген бағытта емес та. Осымен осылай жұмыс істеймін, барам, тек қана бір-екі кнопканы басам, беретін нәрсені берем, сатсам сатам, сатпасам қоям, үстемде айдың соңында 400-500 мың теңге жалақы аламын деген мақсатта барады. Бұл қандай мамандықтарды айтып тұрсың сен бұл жерде, мен түсінбеймін. Бұл мамандық емес, бұл мамандық сату менеджері бар мысалы. Қазір жастардың арасында біздің өзіміздің сокурсниктеріміздің арасында да қатты таралып кеткен мамандықтың бірі. Таралып кеткен, бірақ жаман мамандық деп бола ма? Жоқ, жамандық мамандық емес қой бұл жерде. Мысалы әртүрлі сату менеджері бар ғой, мысалы дәрі сатады, біреу курс сатады деген сияқты. Курс сататындар көбейіп кеткен қазіргі уақытта. Басқа да нелер бар ғой. Сату менеджер дегенде мысалы ол жерде қалай сен сабақтан шығасың, сабақтан қалған уақытыңды мысалы саған свободный график қой. Свободный график дейді. Сол жерде саған сағат бөліп береді, қателеспесем кейбір жерлерде. Соның уақытын толтыру керексің. Сол кезде сен сабағын толтырып жатқан кезде, уақытын толтырып жатқан кезде, мысалға сен сабағың қалып кетті ғой. Мен білмеймін, мен істеп көрмеппін мысалға сату менеджері. Қалып кетеді. Тағы да мамандық таңдаудан қателесу. Жоқ, подработка ғой бұл жердегі әңгіменің бәрі. Подработка ғой, енді. Андай мамандыққа көңіл бөлінбейді да? Мамандыққа көңіл бөлінбеу неден шығады? Грант бөлінбейді. Платкада оқитындар көп мысалға, ақылы бөлімде оқитындар көп. Оқуын ақшасын ата-анасы төлеп берген күннің өзінде де студент қысылады ата-анадан, үйдегілерден жалпы ақша алуға. Өзім ақша табамын деп жұмысқа шығып кетеді ғой, енді солай басталып тұр ғой барлығы. Грантта оқығандардың өзі білмеймін, ақшадан қысылады ма, жұмыс істейді мысалға. Қысылады. Өзім алмаймын стипендия, енді білмеймін. Үйдегілерден сұрауға шынымен ұят, енді сұраймын енді қыз баласы болғаннан кейін. Бірақ қайта сұрай берген келмейді да тоже. Бұл жерде мынандай нәрсе ғой. Қазір енді мамандық таңдаудан бөлек жастардың қоғамдағы ауқымды мәселелердің бірі қоғамдағы стереотип қой бізде. Қоғамның қысымы, мынанша жасқа дейін осындай болу керекпін деген сияқты нәрсе бар ғой. Мысалға 20-ға келдің, әлі жүрсің деген сияқты, дым бітірмедің, үй алмадың, машина алмадың, жинаған ештеңең жоқ деген нәрсе көп айтылады ғой енді. Өзіңде андай ғой еще, жұмыстан бөлек, жасың 20-да үйленбейсің ба, қашан кетесің деген сияқты. Қызың 20-ға келіпті ғой, қашан кетейін деп отырсың енді деген сияқты. Сондай қоғамдық қысым өте қатты ғой бізде, байқайсың ба негізі? Одан бөлек, мысалы, Instagram, TikTokта да мынандай ғой. Тек қана шығатын нәрселер сол ғой, иә. Мысалы, мен 18 жаста өзіме осындай 15 миллионға пәтер алдым деген сияқты. Ол успешті көрсетеді да? Иә, тек қана сондай нәрсе көрсетеді. Сол салан улайды да, мысалы. Бірақ оның артындағы жасап тұрған дүние неғып көрсетпейді деген. Идеализировать етіп кетеміз ғой біз кез келген көрген нәрсені.
бірақ артындағы дүниелер көрінбейді да. Андай видео Instagram, TikToктан шығатындар 18 жасымда ата-анама көлік алып бердім деген сияқты нәрсе шығады да. Бәлкім оны кредитке алған шығар. Білмейміз да енді қалай алынғанын, қандай жолмен келгенін білмейміз ғой. Бірақ сол нәрсені біз көрген сайын бізге қатты қысым ғой. Мен өзім де көремін да, андай ата-анама мен ештеңке берген жоқпын. Олар мен оқуымды да төлеп жатыр, тұратын жерімді де төлеп жатыр, күнделікті расходым, шығынымды да төлеп жатыр деп өмірден түңіліп кетесің кәдімгідей ше. Негізі түңілуге қатты болмайды деп ойлаймын. Болмайды ғой, бірақ енді ол міндетті нәрсе ғой. Енді ата-ана бізге ол нәрсеге мен міндетті деп ойлаймын енді. Бірақ айтып тұрмын ғой жаңа, қоғамның қысымымен айналып келгенде осы нәрсеге келіп тұр да. Мысалы мынандай ғой, бізде қазақтың тәрбиесінде де бар ғой, жұрттың баласы деген. Иә, тәрбиеден келеді ғой. Сол жерден ата-анамыз да былай кінәлағым келмейді, бірақ жұрттың баласы бүйтеді, жұрттың баласы бүйтеді. Саған сөйтіп айтқан ба? Айтады ғой. Маған айтпаған. Күнделікті айтады мысалы. Күнделікті айтады болғанда ғой, алдыңғы жоқ осы жылдың ақпанына дейін айтып келді. Жоқ, мен жұрттың баласы дегенде жұрттың баласын қарашы, жұмыс істейді деген дүние айтатын еді маған. Сол ақпан айының соңынан бастап мен жұмысқа кірдім. Сату менеджері болды. Сату менеджері. Сол жерде жұмысқа кірдім. Ол жерде курс алатынбыз. Уақыт өтті. Сөйтіп формуласын түсіндім. Жұмыс істедім. Өзім бір жақсы ақша таптым ғой негізі. Жақсы ақша таптым ол жағынан. Бірақ өзімнің бермадым ма, бір белгілі бір проблема бар болды. Өзі де уақытылы келді деп ойлаймын енді. Адам үлкен өмірге қадам басатын болғаннан кейін бірнеше сынақ келеді деп айтады ғой. Иә. Ол бірден идеально болып кетуі мүмкін емес қой. Сол бір сынақтан өттік енді. Сен сол мысалға жаңағы айтқан Instagram, TikToктан көрген нәрсенің артын көрдің ғой. Иә, артын көрдім. Мысалы, ол жақсы ақша табу үшін сен жақсы проблемамен жолығу керексің да. Мысалы, сен барып, мен 20 жасымда ата-анама үй әпердім, немесе басқа да андай жақсы бір дүниелерді сыйлыққа беру үшін. Мен ойлаймын да осы 20 жасыңда атаңа үй, көлік алып беру үшін қандай жұмыспен сен айналысу керексің? Сен өзің мысалға жассың, студентсің деген сияқты жүрсің да, бірақ ата-анаға алып беретіндей білмеймін, қандай деңгейде жұмыс жасау керексің, қанша табу керексің айына деген сияқты. Ол үшін мысалы уақыт тек қана өзіне арнау керексің. Мамандық бойынша білім аласың деп айта алмаймын. Иә, оқу жайына қалады ғой. Егер қазіргі таңда егер сен бизнеспен немесе басқа да профессиямен айналысқың келетін болса, қазір шетелдік адамдармен қазақстандық тұлғаларда мысалы курс сияқты дүниесі бар да. Мысалы офлайн 10 күн, 15 күн қастарында жүреді, көрсетеді, тәжірибе алмасады, осылай көрсетеді да. Өйткені бизнесте мысалы сен теориямен жұмыс істей алмайсың ғой. Ол жерде практика керек. Адамдармен сен қалай байланыс орнатасың, қалай коммуникация жасау керек, қалай сөйлесе алсам мен жеңдік ала аламын, немесе басқа адамның ойында сақтап қалу үшін мен қандай іс-әрекет жасау керекпін деген дүниелер бар ғой. Соны мысалы мына жерде дайын тұрған кәсіпкерді қарап, соның қасында жүріп үйренсең, сол арқылы сен өз-өзіңді қалыптастырасың да жаңа. Басқа адамға еліктеуге болады, сол еліктеу арқылы бірақ жаңа өзіңді қалыптастыру керексің ол жерде. Сол енді осындай сабақтарға барып, мысалы адам жаңағыдай бизнесмен болып кетуге болады да. Бірақ айтарым, егер сен оқуға түссең, жаңағы белгілі бір мамандықты таңдасаң, соны толық оқу керек. Жалпы бұл жерде қорытындылау керек сияқтымыз. Қорытындылай келе түйіндемесі былай ғой. Ата-аналарға бұл жерде мен обращение жасағым келеді. Ата-аналар өтініш сіздерден. Жұрттың баласымен салыстыруды қойыңыздар. Жұрттың баласы дегенді алып тастаңыздар. Және мамандық таңдауда еркіндік беру қажет деп ойлаймын мен. Енді оқушылар ғой, мектеп оқушыларына ғой бұл жерде. Мектеп оқушыларына мамандық таңдауға, алдағы өміріңді таңдауға еркіндік беріп, өздерін жіберу керек сияқты. Ал жастарға Бексұлтан сен не айта аласың? Мен осы жерде ата-аналарға айттым ғой. Ал жастарға айтатыным, мысалы, егер сен жұмыссыз болсаң, бірақ студент болсаң, нақты бір жерде грантта немесе ақылы түрде оқып жатсаң, ұялмай ата-анадан ақша сұрай бер. Ол нормальный дүние. Және де ақша табамын, және де жұрт сияқты байып кетемін деген көзқараспен алдамшы арманға еріп, өмірмен тәуекелге барма. Және де өзіңнің қолыңнан келетін нәрсені жаса, қателесуден қорықпа. Болды. Жаңағыдай ұялып қажет жоқ деп ойлаймын, сен де. Ұялып қажет жоқ. Мысалы, сенің өз-өзіңді асырай алатын ақшаң жоқ, бірақ ата-анаңда мүмкіндік болып тұрса,
белгілі бір уақыт көлеміне дейін ғана сен ақша сұрауға құқығың бар. Өйткені сен студентсің. Бізде мұғалімдер де айтады ғой, жұмыс істеп әлі сендерге ерте білім алу керексіңдер деп. Ата-ана да бізді оқуға жібергеннен кейін бізге қаражат жағынан көмек керегін біледі да, сол үшін ата-анадан ақша сұрауға қорықпаңдар. Жастар және студенттер, сіздер Алматыға оқу үшін келдіңіздер. Сондықтан жұмысты былай қоя тұрып, оқуға көңіл бөліңіздер. Тек қана жұмыс емес, андай қыдыруды да былай қойып қойсаңыздар болады. Өйткені қыдырудан да мәселелер шығып кетеді. Осымен қорытындылайық. Келесі кездескенше Қош сау. қош сау болыңыздар.